Армысыздар, құрметті көрермендер, біздің Түлкібас медиа студиясы кезекті шығарылымын еңбек адамдарына, яғни қарапайым жұмысшылардың күнделікті өміріне арнамақ. Тек қана студияда керемет сұхбаттар емес, сонымен қатар біз алдағы уақытта осындай еңбек адамдарының жұмысын насихаттайтын боламыз. Бүгінгі шығарылым Түлкібасы коммуналдық шаруашылық мекемесінің жұмысшыларына арналады. Ол кісілердің жұмыс барысымен танысатын боламыз. Бірақ жұмыс жақсы, сәл ауыр кішкене ақша орнына түсті. Не айтамын? Таңғы қаншадан бастап жұмысқа шығасыз? Сағат 7-де. 7-ден? Қиын ба жұмыстарыңыз? Жоқ. Осы жұмыстан ауыр жаңа теттерден төбесін жұрт қапшықтың арасында малақ, көл, тондайлар ауырар шығады. Өлген тауық, тебіртім ит, мұшық тондайлар шығады ара. Тазалықты біз жүргізіп жатырық. Сағат 7-де басталады жұмыс. Мына халықтар қазір әлі баяғыда үйрене алмай жатыр. Шығармайтын нәрселерді шығарып, строй материалды немен, бытовой мусоркамен араластырады. Соған қарамай алып кетіп жатыр, көшені таза болсын деп. Меня зовут Гульнара. Скажите, что как? Работа как идет вам? Арамызда осы ең Мы привыкли уже ветеранымыз. к нашей работе, да? С 7 утра работаем. Зарплата нормальная? Зарплата нормальная у нас. Вовремя? Зарплата вовремя. Получаем вовремя зарплату. На жителям что скажете? Ну, что можно сказать жителям? Это чтобы они не выносили шкуры. Стройматериал, зола, слишком тяжелые мешки. Такие есть? Есть много. У нас в Ивановке много здесь таких. А так основной стараемся забрать, чтобы чисто было. Аты-жөніңіз? Имя? Гульнара. Сафронова Гульнара Шабдинабиевна. Шулар Шусалкен Маликұлы. Бүгінгі таңда Түлкібас ауданында біздің осы Түлкібас коммуналдық шаруашылық мекемесінің аптасына 5 күндік кесте бойынша қызметіне тұрғындар тарапынан тек рахметтен басқа ешқандай не жоқ.